Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін ерекше тағам, қазақтың ұлттық тағамы қуырдақ жасаймыз. Ол үшін алдымен өзінің іш майы, тон майға, яғни ешқандай қоспасыз, ешқандай сұйық май қоспай, өз майына жасалған қуырдақ жасаймыз. Мен бұл тағамға сиырдың жүрегін таңдап алдым. Себебі сүйексіз, тек қана еттен тұратын және майы бар, өзінің майы бар жүректі таңдап алдым. 1 килограмм шықты. Басқа да қоспалар, яғни өчірек, өкпе бауыр, бүйрек, қойдың, сиырдың, жылқының етін қоссаңыздар болады, өз қалауы бойынша. Мен сұйық майдың орнына үш май қолдандым, яғни тон май деп те аталады. Ол ерекше тамаққа ерекше дәм береді және де сок шығарады. Мұны қарап тұрғаныңыздай, жүректі көбіктап, жақсылап, дәу қылмай, не кішкентай қылмай, 4-5 қылып турап аламыз. Сөйтіп отынасын жоғарладық, жағамыз да жақсылап қуырып аламыз. Яғни жүрек еттің соғы шыққанша, екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қызарып, қуырылып болғанша пиязымызды 4-5 турап алып, қазанға саламыз. Пиязымыз қуырылып болғанша, сәбізімізді жақсылап жуып, аршып алып, екіге бөліп, орташа размерде жақсылап турап, қазанға қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылып болғанша картопымызды турап аламыз. Яғни үлкен көлемді картоп болса 4-ке, кіші көлемді картоп болса 2-ке бөліп, қазанға салып, екі жағын жақсылап қуырып аламыз да, крышкасын, яғни қақпағын қазанға жауып қоямыз. Қазанымыздың қақпағын жауып болғаннан кейін, оттың астын жай басамыз. Ет, сәбіз, картоп, пиязымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін
1 стакан су құямыз. Одан кейін тәтті перцімізді төрпіштеп турап аламыз. Әркім өз қалауы бойынша қосады, қоспаса да болады перцті. Біздің бала шағамыз жақсы көргендіктен перцті қостым. Ол өте ерекше тағамға дәм береді. Полусладкий, горький, яғни ащы перцті қоссаңыздар болады. Чесноктың 2 бас данасын жақсылап турап алып, тамаққа қуырып қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дәмдеуіштер қосамыз. Черный молотый перец пен тұз қостым. Әркім өз қалауы бойынша қосады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін 20 минут көлемінде күтеміз. 20 минут көлем ішінде қуырдағымыз дайын болу керек. Өзінің соғы шығып, әдемі тәтті қуырдақ шыға келеді. Қуырдағымызға сән мен дәм беретіндей көкшөбімізбен, яғни укроп, пиязымызды жақсылап турап алып, пиязымызды домалақтап турап, қуырдағымыздың үстіне сеуіп, сән мен дәм берейік. Қуырдағымыз дайын болды. 20 минут өтті. Картопымыз жарылып, сәбізіміз жарылып, өзінің соғы шығып, яғни нанға малып батырып, жегенде өте дәмді
болып шыға келеді, яғни бартутайт дейді ғой, сондай қуырдақ болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, себебі алда ерекше рецепттер күтілуде.